Ассаляму алейкум, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай духовкада қолдан пісіретін боламын. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің басқа да жаңа видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Нан өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Бізге қажетті заттарымыз жылы су, ашытқы, қант, тұз, сұйық май және де ұнымыз қажет болады. Жылы суымызға ашытқымызды салып, араластырып, дайын болғанша күтетін боламыз. Ұнымызға қантымызды және де тұз, сұйық майымызды барлығын салып, араластырып, дайын тұрған ашытқымызды біртіндеп құйып, яғни қамыр илеуге кірісетін боламыз. Қамырымызды өте жұмсақ қылып илеуіміз керек, қолымызбен илемейміз. Осылай лопатканың көмегімен араластыра отырып, қамырымызды илеуге кірісетін боламыз. Ыдысымызға біз ұнымызды керек мөлшерде салып болғандықтан, ұнымызды еселеп қоспайтын боламыз. Ыдысымызда бар ұнымызды осылай араластыра отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Яғни қолымызбен ұстаған кезде қолдарыңызға жабыспауы қажет. Қамырымызды илеп болғаннан кейін осылай пищевая пленкамызды бетіне жауып, бөлме температурасына көтерілгенше қоямыз. Көтерілгеннен кейін осылай оқтаудың көмегімен бір рет жайып алатын боламыз. Одан кейін осылай қолымызбен, яғни домалақтап, яғни ұзынша етіп осылай орайтын боламыз. Формамызға ұнымызды сеуіп, дайын тұрған қамырымызды салатын боламыз. Одан кейін бірден сұйық майымызды бетіне толықтай жағып шығып, бөлме температурасына жарты сағатқа көтерілгенше қойып қоятын боламыз. Нанымызды, яғни біз көтерілгеннен кейін духовкамызға 150 градуста 45 минуттай толықтай пісіретін боламыз. Міне біздің духовкада піскен нанымыз дайын болды. Яғни қолдың наны ерекше дәмді болатыны сөзсіз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Менің каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Жаңа видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.